Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері Басығараев Ерсайын Бақтұлын қарсы алайық. Қас қосылады. Саламатсыздар, құрметті ақтөбелік ағайындар, ұстаздар, Құдайберген Жұбанов атамыз атындағы университеттің ұстаздары мен студенттер, басқа да Қазақстаннан осы бүгінгі сұхбатқа кіріп атқан адамдар. Жаңа Абекең енді жаңа отырған сияқты шыға алмай қалғанына байланысты бізді қосып атсыз ғой. Рахмет. Онда айта берейік, иә? Енді негізінде алғашқы біздің ойлауымыз бойынша негізінен күй кету керек еді. Бірақ енді күй болады. Бірақ енді қазір мен сөйлейтінім ән жөнінде сосын айтарым. Енді мына жерде жаңа Еділде қатысу керек еді. Бүгін айтып едік, негізінде ол сол денсаулығына байланысты шыға алмай жатқан деп айтқан, естіген. Енді рахмет сіздерді эфирге шақырғандарыңызға. Енді бүгін әкейдің әрине туған күні. Негізінде 26-шы жылмын деп өзі айтып, бетке де солай жазғанбыз, өзі солай айтатын. Ол кездің адамдары 2 жас кейін жазатын. Документте әрине 28-ші жылға. Мен еске алу кештерін 80-ді, 85-ді, 90 жастарын бәрін консерваторияда 28 бойынша өткіземін. Ал Ақтөбеде және Астанада 26 бойынша өткізіп жүр. Мен сол айтайын, сондықтан осы әкейдің сол 95-ке толып жатыр деп еске алып, осындай іс-шара жасап отқаныңыз көп рахмет айтамын. Ерсайын аға, сізді көргенімізге өте қуаныштымыз, танысқанымызға өте қуаныштымыз. Сізге сұрағымыз, сіз музыкаға қашан келдіңіз? Және қандай аспапта ойнайсыз, соны білгіміз келіп отыр. Мен жаңа, ең біріншіден жаңа менің інім, сол сіздердің деканттарыңызды, осы жерде ұстаздар, менің класстасым бар, Нұрдәулет Алдашев деген, оған үлкен сәлем, сол жердегі ағайлар мен апайларына үлкен сәлем. Соның бірі жаңағы Мұхтаров Сабыржан Сағидұлы інімізді де өте жақсы көреміз, және де бір елден шыққанбыз. Сондықтан олардың да жетістіктеріне біздер де қуанып жатамыз. Ол кісінің әкелері бізге сабақ берсе, айтайық математикадан. Ал жаңағы өнерде біздің әкеміз жалпы ауылға, елге сол 2 әкелеріміз бірге өсті. Енді жаңа айтқандай, мен сол 76-шы жылы 8-ші класстан кейін Ақтөбе музыка училищесіне түстік. Ол кезде училище. Биыл біздің училищеге 50 жыл толады. Естіліп атыр ма, көрініп атыр ма? Айта беріңіз, Ерсайын аға, естіліп атыр. Біздің училищеге Ахмет Жұбанов атындағы биыл 50 жыл толады, жақында естелік жазып жібердім. Ол 50 жылдық біздерде сол күзге таман болар. Сол біздер 5 жыл өткеннен кейін мен бардық 6-шы выпускымын, 6-шы түлек. Сол жерде домбыра прима деген аспапқа ауыстырып, соның маманы есебінде шығарды. Соны консерваторияға түстім, одан кейін шертер мамандығын аштым. Сол жерде 88 бен 90 факультатив және спец. Сосын арғарай сол осы 3 аспапта сабақ берем. Домбыра прима, домбыра бас, шертер. Ал енді домбыра мамандығында інім Еділ Басығараев оқыды. Ол қазір әуелі оркестрде істеді. Құрманғазыда, қазір Астанада сол өнер академиясында, өнер университетінде сабақ береді. Енді сол, ал енді әрине домбырада басқа әртүрлі аспаптарда ойнаймын ғой. Басқа сұрақтарыңыз болса айта беріңіз, мен енді сол қысқаша жауап беру керек дегенде қысқаша жауап беру. Бізде көрермендерімізден сұрақ болып жатыр. Ерсайын Бақтұлы дейді, сіздің отбасыңызда әкеңіздің домбырашылық, күйшілік өнерін жалғастырып отырған ұрпағыңыз бар ма дейді. Енді кәсіби музыкаға менен кейін жаңа Еділ деген інім келді. Одан кейін Еділдің баласы да музыкада, фортепианода оқып бітірген, арғарай сол дамытып жатыр. Менің Әділ деген інімнің Еділден үлкенірек. Оның баласы өзі спортта болса, бір баласы саксофонист. Бірақ ол жаңа бастап жатыр консерваторияда.
Енді менің өз балам бар, домбырада училище бітіріп, қазір консерватория бітірейін деп жатыр, Құдай қаласа. Президенттік стипендиат, биыл президенттік фондың стипендиаты, республикалық және халықаралық конкурстардың лауреаты, және де осы әкейдің 90 жылдығына арналған Ақжелең конкурсының бас жүлдегері. Мен сол осы сөзді енді осы еділ жалғастырып жатса домбырадан, осы немерелерінен домбырадан осы Бақыт фамилиясы Бексұлтан балама сөз берсем деймін. Бір-екі ауыз сөйлеп, осы бір күй тартып берсе. Ой, керемет. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіз. Құрметті қонақтар, ұстаздар, студенттер, осы жерде отырған бүгінгі атамыздың 95 жылдығы қабыл болсын. Енді осы қазір құтты болсын. Осы консерваторияда айтып өткендей 4-ші курста оқимын. Атамның жаңағыдай күйлерін, барлық мұрасын жалғастырып келе жатырмын. Сол Қазанғаптың атамның орындауындағы репертуарынан Дөңгелек Ақжелең деген күйі бар. Сол күйді тартып берейін сіздерге. Қабыл алыңыздар. Бәрекелді Бексұлтан, өнерің өрге жүзе берсін, рахмет көп-көп, керемет. Көрермендер жағынан да сізге көп деген қошеметтер көрініп жатыр, көріп отырсыздар. Рахмет көп. Рахмет сізге. Жақсы, рахмет. Абдулхамид ағай, уақытымыз шектеліп қалды ма, айтып отырыңыздар. Абдулхамид ағай, бізде қонақтарымыздан сұрақ бар. Жалпы жаңа енді таныстығыңызды өзіңіз айтып өттіңіз ғой, бірақ сонда да дейді Бақыт Басағаевпен шығармашылық жолдарыңыз қалай тоғысты дейді. Қалай тоғысты дейді Бақыт ағамызбен? Иә, шығармашылық жолдарыңыз дейді.
иә, енді мен жаңа айтып отырмын ғой. 1978 жылы Ысқақ Райымбергенов әкем сол телефон соқты ғой. Сол Бақты ағамызбен өзі танысып, күйлерін естіп, әңгімесін естіп, магнитофонға жазып, сосын маған хабарын берді ғой. Ойбай, кел Ақтөбеге деп. Сол 78 жылы мен де өзім магнитофонды арқалап сол Ақтөбеге бардым. Сол үйде бірінші танысуымыз сол жерде болды. Сосын отырып алып, үйде қалып, сол жерде нотаға күйлерін түсірдік. Сонда күйлерін түсіріп отырған кезінде енді өзі бір әзілқой адам еді ғой. Ай, балам-ау, енді ұзақ отырамыз ғой. Ұзақ нотаға саламыз, өшіреміз. Ай, мынау былай емес пе, былай емес пе деп бір күйді өзі бір 5-6 сағат кейде отырып қаласың ғой. Сонда айтатыны ғой, ай, балам-ау, басқа шал болғанда алдағышын өліп қалар еді, мынау сенің қасыңда деп. Не содан басталды біздің шығармашылық екі ортақ бір жұмысымыз. Содан кейін енді талай кездесіп, талай араласып жүріп отырдық. Өте керемет, Абдулхамит ағай. Сіз білесіз ғой, енді сіздің әңгімеңізді біз күн демей, түн демей, неше күн болса да тыңдар едік. Рахмет сізге. Бірақ бір қонақ кәде сұрасақ. Рахмет. Ағай, күй сұраймыз. Қонақ кәде ретінде күй сұрасақ қалай бұл? Күй сұрайсыздар ма? Тыңдағымыз келеді. Күй сұрасаңыздар, енді мен осы Бақыт ағамыздың орындаған Құс қайтару деген күйі бар. Осы қазір студенттеріміздің бәрі тартып жүр. Ең алғашқы мұрагер ансамбліне салып осы бүкіл республикаға таныттық. Өзі де риза болады. Кәдімгі риза болғанда Бақыт ағамыз орнынан атып тұр келіп, ассалаумағалейкум дейтін әдеті бар еді. Уже білеміз, ой, көңіліне ұнады. Болды, Бақыт ағамыз уже бұған өз жақсы бағасын берді деп. Міне сонда біздің мұрагер ансамблімен осы күйді түсіріп, одан бер жағында талай мынау халықаралық үлкен форумдарға барып, осы күйді жаздық. Францияның теледидарына, Испанияның жаңағыдай жазылу студияларына осы күй кетті. Осы күйді енді барлығымыз орындап жүрміз. Осы күйді тартып берейін. Бақыт ағаның репертуарынан Қазанғаптың құс қайтару деген күйі. Әкеміз шақырдық, сол жаңағы қыстағы бір каникулда Абдулхамит келгені бар 78 жылдар. Сол әңгіме былай отырып асықпай әңгімелейтін нәрсе, мен жаңағы естіп қалғаннан кейін сол тарихты Абдулхамитті біле бермес дегенсе Абдулхамит мында. Сондықтан сол негізгі сол себеп болған. Ағайы жаңа студент кісін естіп қалып домбырасын тартып отқан. Содан басталған екен. Ал енді айтайын дегенім, соның ізіменен 78-де жазылған сол кітап 84-те шықты, жаңа айтқанда Ақжелең, Қазанғап Ақжелең. Одан кейін Абдулхамиттің Күй қайнар деген үлкен кітабы шықты 90-шы жылдар. Соның ішінде де бар күйлер. Одан кейін біз әкейге еске алу кеш бір жылдығында біздер кітап шығардық. 1-2 жылдығында сол екі
Қазанғаптың ізімен күйші Бақыт Басығараев деген. Одан кейін осы 12-ші жылдары Еділ Толқында деген күйін шығарды, әкейдің күйінің атында. Енді күйлері негізінде ол кісі күйші себінде белгілі, бірақ екінің бірі біле бермейді, елдегі адамдар біледі. Қарақалпастан, Ақтөбе, енді Қарақалпастандарды ол шалдардың бәрі кетті ғой. Елде ол кісінің ән, жыр, терме, жаңағы мана Абдылхамит ағаларың айтқандай құймағұлақтық әдіспен қаншама жыр термелерді алып келген. Сондықтан осы тіптен студияда да жазылмай қалды деп Абдылхамит ағайлардың кейде өкінетін. Соның менде жаңағы видеозапистері, үнтаспа, жаңағы бейнетаспаларынан мен бір 14-16 әндердің бөлек әндер дискілерін дайындап қойдым, шығарып жатырмын. Содан кейін сол әндерге ноталарын түсіріп, алғашқы Аққудай Әлима едім қонған көлге деген кітапша шығардым. Жинақ осында жаңағы 16 әні, тағы да 8 әндер, сөзсіз әуендер бар. Сол кісінің орындауындағы, мысалға, Әлима, айтайық, Боранбайдың бес тоспасы, Таңшапбай, Аслан көптеген әндер, Батақтың сарысының әндері, 4 әнін алып келген. Бұл әндерден мен осы әндер кенже қалмасын деп, осы әндердің кейбіреулерін, мысалға, Сәулежан Бейсова да кейбір концерттерді айта бастады, ескалу кештерінде. Бұл әндерден мен бір кішкентай үзінділер, бір обзорды лекция деген сияқты кішкентай үзінділер айтқым келеді осы кітаптың ішінде. Жаңа үйренем деген балдар бар, жаңағы Демеу Жолымбетов деген ағамыз осыған осы кітапқа кеңесші болған, Эльмира Жаңаберген деген қарындастарымыз кәсіби түрде әрі рецензия, әрі жаңа кеңесші болған осы кітапқа. Және біздің кафедра, ән кафедрасын консерваториядағы Амангелді Күзеубай дегенлеріміз соған рецензия жазған. Соған мен бір-екі енді оған отырып басқа уақыттарда тоқталуға болады, бірақ енді бір 2-3 әніне бір-екі куплеттен ғана осы әуеннің әкейдің орындауында. Неге десеңіз, кейде сол Әлиманың өзін кейде бұзып айтатындар болуы мүмкін. Жақсы, уақытымыз шамалы қалды, орындай қойын. Әлимадан көрейін, сосын көрейін. Аққой, Әлимедім ғой, қонған көлге, ел көшсем ал жүрмейді, айдап жөнге, тақырда осылай деп жазған шығар, айдыннан ұшып барып қондым көлге. Таққаның түйбелерім тамағымай, зер салдым сол күндері балағымай. Елімде гүл шайқаған Әлимедім, қор болдым қоңыраттың шабағынай. Бас еді өлеңімнің айым-ғайым, бітеді құмды жерге тал мен ғайым. Хабарын ел халықтың білейін деп, жолаушы келген сайын хабар ет, ел халықтың білейін деп, жолаушы жүгіремін халық келген сайын деп бір қайырайын. Келесі әні, бұл енді осы әуенде жаңа жүрек, енді келесі әні Қазанғаптың Жалғасбай, Боранбай деген балалары болған, Боранбай әнші болған, ел аралап ән тартқан, өлең айтқан. Соның әні Бес тоспа деген, содан бір-екі. Асып-қасын мүмкіндігі шығар. Бұнда ән біткен жерде домбыра кетеді, домбыра біткен жерде тамақты қысып айтатын сондай бір дәстүр бар. Бір күні өтер жалған шоу, опа бермес, өткен дәурен басыңдай.
екеу келмес. Қолың жетіп тұрғанды адам таный, байлаулы бақ басыңды тұра бермес. Нәубеттесей Алланың туған күні фәни дүнияй артыңды сірай келмес. Деп қысқаша айтайын. Енді соңғы бір әнге үлгерсем, бір куплетін айтайын. Бұл 4 батақтың сарысының әнін алып келген әкеміз. Соның бірі үстем тапқан наразылығы, ағайындарға наразылығы. Соның бір куплетін айтайын. Баласай мен батақтың атым сары дейтұғын, сары атым бел байлап тәуекелге буған белені жасаған. Жолдың қарсын қылдым бата тірідей, кім қиядай туған жереді емес қой. Дәреже ақалой бәрі бірдей мұрзағыл, ісқаладай әлін білмей ағайын. Бір-бірімен қастасқан соң қан төгіс болып қалды. Ой, кәдімгідей. Соңғы куплетті шей. Жаладан іс істеген ой. Жаладан іс істеген ой. Шолан болыс ісімнің жай жапсарын шешпей тегіс. Атам бір, анам басқа сені беден қашаннан. Алтын қызай жолың терес баласай. Мен батақтың ой, атым сары дейтұғын. Сары жұрттың бәрі мұрзағыл. Аян баяқ түсті соңға оныңды ой, мендей болсын ой балалары. Ай балалары, ой балалары. Деп айтылады. Тұрғыда осы соғысыға енді болмасақ та ұқсаппақ деп абай атамыз айтқандай, кейбір әндерінің әуендерін былай жалпылама айтуға тырыстым. Ана куплетті, мына куплетке секіруге тура келді. Негізінде бұл запистері, әдістері, нелері бар, бейне таспада да. Былай да, кітапта да, сондықтан осы ән арғарай, осы қалған өмірімізде осы күйімен қоса осы әндерінде таратсақ, айтам деген Темеу сияқты ағалар да осы Таң Жарбай, Аслау Жай сияқты әндерді айтамыз дейді. Ол енді осы ән тарапынан әкейдің осы шығармашылық бір қырын ашқым келеді. Ерсайын аға, үлкен рахмет, өте керемет, бір рухани байып қалдық. Бүгінгі атамыздың жаңағы 95 жылдығы құтты болсын. Сіздерге берсін қызыған, өнерлі отбасы деп біздің көрермендерден көбісінен тілек келіп жатыр. Маған көкіл күйін үйреткен Қазанғаптың деп жаңағы Алиманың авторының кім екен, немесе жаңағы көптеген жаңағы бұл отбасы өнерлі отбасы деген секілді көптеген пікірлер келіп жатыр.
денсаулығыңыз зор болсын. Біздің уақытымыз тамамдалып қалды. Сондықтан сіздерге рахмет айтамын. Еділ ағаға да үлкен сәлем айтыңыз. Ол кісімен де бүгін сөйлестік. Денсаулығы жақсы болып кетсін. Бексұлтанға үлкен рахмет айтамыз. Атасының жолын қуып келе жатырған үлкен азамат болсын. Сізге рахмет айтамыз. Ұжымымыздың атынан. Рахмет. Бүкіл ұжымға рахмет айтқым келеді. Және де Абдылхамит ағаларыңды бір күн күй тартқызуға болады. Еділ ағалардың бір күн күй тартқызуға болады. Сол сияқты баланы да бір күн күй тартқызуға болады. Қалған аспаптар бар бізде. Шертер аспабында ойнарымыз. Мына әндерді айтарымыз, басқа да өнерлер бар. Оған асықпай бір тағы бір кездесу. Тіптен осы жер аяғы кеңіп ашылған кезде әрине елге де барып қайтсақ деген ойларымыз бар. Рахмет сіздерге. Міндетті түрде, Ерсайын аға, міндетті түрде. Алла қаласа еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Мына ауыл шырқаудан аман болайық, кездесуге жазсын. Рахмет сізге. Кешіміз аяқталуға жақын қалды. Жақсы күндерде жолыққанша. Айта беріңіз ағай. Мен сіздерге айтарым сол бүгінгі әкеміздің туған күнін атап өтіп жатқандарыңызға, осындай іс-шара жасап жатқан ұжымға рахмет айтамын. Тағы да аталарыңыздың аруағы қолдасында келеді. Аумин. Аллаху акбар. Қонақтарымызға рахмет айтамыз. Сау саламатта болыңыздар, жақсы күнде жолыққанша. Мен әкемнің батасын берейін. Бақ берге алайық бата. Абырой берге, бақ берге бәледен сақтағай. Абырой берге аман сақтағай. Үйдегі түздегілерімізді аман қылғай. Бәлекетке, әлхам берекетін берге. Осы әкемнің батасы сіздерге дарысын. Аумин.